Саламатсыздар ма балалар? Сабақты бастамас бұрын біз шарттық шеңбер құрып, топқа бөлініп алайық. Біз Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын өтіп жатырмыз, балалар? Сол себептен біз топқа бөлініп, табиғат, ана, аққу болып үш топқа бөлінеміз. Табиғаттан бастап, кезекпен айтып шығамызда сол бойынша топқа бөлініп отырамыз. Табиғат, ана. Болды, енді осы бойынша орындарға отыра беріңдер. Топтың ішінен өздерін бағалау парақшасын беремін. Бүгінгі өтетін сабақтың критерияларын мына жерге жазып қойдым. Осы бойынша топта өздерін топтың ішінен бағалаушы тағайындайсыздар, осыған белгілеп отырамыз. Мына өздерінің топтарын бойынша табиғат, қайсы топ болып табиғаттар? Міне, табиғат тобы, сендер аққу тобы. Осы не бойынша, поэма бойынша табиғат туралы суреттеген жерін табасыздар. Аққу бойынша суреттеген жерін табасыздар. Поэмадан сендер ананы суреттеген жерін табамыз. 3 минут уақыт беріледі. Уақыттарыңызды қойдыңдар ма? Уақытыңыздар дайынсыздар ма? Аққу тобы жауап бере қойыңдар. Екі топтар жарайсыздар. Адам елін аңсайды, аққу көлін аңсайды. Жалпы бұл жерде бізге аққу берілген. Аққулар ұйықтағанда деген Мұқағали Мақатаевтың жалпы шығармасында осы аққуды асылы туралы, жануарларды қастерлеу туралы, оның киесі туралы айтылған болатын. Және де аққу бізде киелі құс болып табылады, оны атуға болмайды деген көптеген мақалдар да кездестіріледі. Аққу осы Мұқағали Мақатаев атамыздың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында аққуды аты бұл көлді жетім көл ретінде айтқанын айтатын болады. Өзінің құндылықтарын, тағы да басқа мәдениетін сақтауды біз насихаттаймыз. Таудағы тіршілікке ән салдырып, еміндіріп, еріксіз қарсы алдырып, бұлбұлға дүниеге жар салдырып, тамыздың таңы да атты тамсандырып. Өздерінің топтары бойынша берілген тапсырмаларды өте жақсы орындады. Ал келесі тобымыз ана. Ананы бейнелеген жер, бірде ана көкке жайып алатын, қазіргі отам мінеки таңғатады. Қазіргі отам аққу мені шықтаймын, жазғасын қолым балапайым. Сақтарға қараңыздар, бүгінгі негізгі тақырыбымыз біздің Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығын өтеміз. Көркемдік құндылығы, яғни сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдарды қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды екенбіз. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Осы мақсатқа жетуіміз керек. Бірінші тапсырма ойламайық әдісін. Шығармада үзінділер бойынша шығармадағы автор стилін, әдеби көркемдегіш құралдарды талдауымыз қажет. Ол үшін мен сендерге үзіндіні дайындап қойдым. Осы үзінділер бізде көркемдегіш құралдардың қай түріне жататынын анықтаймыз. Қолдану ерекшелігі гуманист, ізгі жүрек, ақын адал махаббатты бұзушыға бар ниетімен жиіркенішін білдіруде. Яғни табиғатпенен арпалыс, табиғат пен адам арасындағы арпалысты көрсетіп жатыр бізге. Яғни табиғаттың керемет сұлулығын бұзған адамға деген жиіркенішті көрсетіп жатыр. Дұрыс, керемет, жақсы, жарайсыңдар. Кел. Менде тәтті үні бұлай қалып, жаға тауда жас болып ойланды. Бұл жерде эпитет жайдан жай қолданбайды. Бұл тіркестер адамзаттың не заттың табиғаттың құбылыстарын сөз арқылы ерекшелеп тұрады. Шығарманы Мұқағали Мақатаев көркем
яғни 3-2-1 деген. Сабақтағы 3 маңызды ақпаратты жазасыңдар. Жаңа мен сендерге арнайы стикер беріп қой. Осы стикерге бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат жазасыңдар. Қиындық тудырған 2 мәселе жазасыңдар. Сабақта ұнаған бір аспектіні жазасыңдар. Яғни 3-2-1. Түсінікті ғой, иә? Мына стикерге жазып, берілген плакатқа жабыстырамыз жаңағы жасаған жұмыстарына. Яғни сабақтағы 3 маңызды ақпаратты, қиындық тудырған 2 мәселені, сабақта ұнаған бір аспектіні жазып шығасыңдар. Кім оқиды? Сіздер байланысты кім бере алады? Кім айта қойды? Бүгінгі сабақта мен аққудың адалдығын, табиғаттың қайталанбас құнды екенін, ананың балаға деген махаббаты және жүрегінің нәзік екенін білдім. Және де ұнағаны топпен жұмыс жасағанымыз, ал қиындық тудырған нәрсе ол көркемдегіш құралдарды табу. Мен балаға қазір 3 түрлі сурет жапсырдым. Бүркіт, жылқы, қоян. Қайсысын бүгінгі сабақта осы нелерге өздеріңді теңейсіңдер, келіп тұрасыңдар. Балалар бүгін деген не бойынша, әдіс бойынша өздеріңнің қандай сабақтағы отырғандарыңды, сабаққа қатысуларыңды өздеріңді көрсеттіңдер, иә? Енді мен бүгінгі ең ерекше топ бізде қандай топ болды? Табиғат. Табиғат тобын қошемет көрсетіп жіберейік. Табиғат тобынан өте жақсы баға беремін. Келесі тобымыз өте жақсы болған аққу тобы, иә? Үшінші топ бізде төмендеу, яғни өте сабаққа деген нелері қызығушылықтарын оята алмадық осы топтың. Бұларға жақсы, ортадан шамадан жоғарылау деп жақсы смайликті береміз.